Енді осы кодты енгізгеннен кейін мінекей менің атым шықты ұялы телефондағы. Енді осы Lenovo деген атына біз егер де курсормен көрсетсек, осы жерде егер де мысалы кейбір кездерде мұғалімдер оқушылар сондай дұрыс емес сөздерді енгізген кезімізде біз оны осы басқаннан кейін оны алып тастауға болады. Енді біздің барлық оқушылар қосылғаннан кейін стар деген батырмасын бассақ, мінекей біздің қойған суретіміз, Kahoot қандай сервис деген бірінші бізде сұрақ шығады. Содан кейін оқушылар осы 4 сұрақ сіздің тақтада көрсетіледі. Және де оқушылар өзінің ұялы телефондарында оны сақтайды. Мысалы, мен өзім телефонымда үшбұрышты бассам, мінекей шықты. Менің жауап бергенім, және де next басқан кезімізде бізде қандай кім және де қандай балл алғаны туралы бізде осындай ақпарат шығады. Және де толығымен мінекей бізде тізім. Оны қайтадан ойнауға болады, немесе осы жерде мен мысалы кері байланысты орнатам. Және жауап берген кезімізде мысалы міне бізде бір жауап шықты деген сөз шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.